Қайырлы күн барлықтарыңызға. Өткен сабақта біз сіздермен бірге регистрация страницасын жасаған болатынбыз. Енді осы сабақта авторизация, яғни жүйеге кіру страницасын құрайық. Ең алдымен біз фронтенд бөлікті құратын болсақ, Views-тің ішіне кіреміз. Регистр бөліктегі өзіміздің осы шаблонды көшіріп алайық. Бұл жерде бізге өзгерту керек нәрселер name қажет емес, email құпия сөз қалады. Тіркелуді біз кіру деп өзгертеміз. Тіркелу сөзін біз кіру деп өзгертеміз. House create емес, house authorize post әдісін жібереміз. Х болады. Authorize деген сілтемеге бағыт жібереміз. User контроллерге өтуіміз қажет. Логин деген бөлікте біз шаблонды қайтаруымыз қажет. Олсыз біздің өзгеріс енгізілмейді. Логин шаблонын қайтарамыз. Обновить етеміз. Міне. Енді бұл біздің шаблон қайтарылды. Енді authorize әдісін құрамыз. Create әдісінің астында біз authorize әдісін құратын боламыз. Сіздермен бірге. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, біз осы регистрация және авторизация бөлігіне 4 әдіс құрдық. Міне 4 әдіс. Олар login, register, create, authorize. Жалпы неге 4 әдіс, неге 2 әдіс емес деген сұраққа келетін болсақ, бұл жерде бізде login және де register әдістері ол бізге шаблонды қайтарады. Яғни бұл login шаблонын, яғни login страницасын қайтарады. Ал register әдісі тіркелу шаблонын, тіркелу страницасын қайтаратын болады. Бұлар фронтенд бөлікке жауап береді. Ал астында тұрған 2 әдіс, яғни authorize және де create әдістері бұлар тіркелу, яғни біз шаблоннан жіберген мәліметтерді тіркеу үшін, жаңа пайдаланушының мәліметтер қорына тіркеу үшін пайдаланады. Және де authorize әдісі мәліметтер қорында бұндай пайдаланушы бар немесе жоқ екенін тексеру үшін пайдаланады. Яғни көріп отырғандарыңыздай, бұл соңғы 2 әдіс ол мәліметтер қорымен жұмыс жасау үшін қажет, ал жоғары жақтағы 2 әдіс бұл бізге фронтенд бөлікке шаблонды қайтару үшін пайдаланады. Енді authorize әдісінде сіздермен бірге біз тексереміз пайдаланушыны бар немесе жоқ екенін. Яғни тексеру үшін бізге email қажет болады. Email'дан біз сіздермен бірге params әдісінің көмегімен бізге жіберілген параметрді аламыз. Ол email параметрі, яғни логин бөлігінде міне name тен email деп тұр. Осы email мәнін біз сіздермен бірге осы params'тағы email элементінің көмегімен алатын боламыз. Құпия сөз request params. Құпия сөз бізде ол name және де password деп аталады. Осы password кілттік сөздің көмегімен алатын боламыз. Одан кейін барып user біз енді тексереміз. Find one іздейміз. Қай кестеден іздейміз? User кестесінен іздейміз. User кестесінде email, егер email team болса, сұрақ белгісі and password, құпия сөзі team болса, сұрақ белгісі. Неге сұрақ белгісі қалдырдық? Өйткені оны сұрақ белгісін біз енді сіздермен қазір беретін боламыз. Параметрге көрсетеміз. Бірінші сұрақ белгісі ол email. Email'ды береміз. Қате жазып жібердім. Email. Екінші сұрақ белгісі ол бізде password. Құпия сөзді көрсетеміз. Және тексереміз. Біз find one көмегімен мәліметтер қорында бар немесе жоқ екенін біле аламыз. Is-set. Егер бұндай пайдаланушы бар болса, онда біз
пайдаланушының мәліметтерін сыртқа шығарады. Ал егер жоқ болса, астындағы киберді жаба тұрамыз, бізге керек болады қазір. Және де бұл мәліметтер керек емес. Яғни астында көрсеткен осы user мәліметтер бұл тіркелу үшін қажет болды. Echo not found деп сыртқа шығарайық. Тексереміз, обновить етеміз. Тексерейік, бар немесе жоқ екенін. Authorize әдісі табылмады, өйткені біз root'ты тіркемедік. Яғни authorize'ды көшіріп аламыз. Және де create әдісінің астында біз тіркейтін боламыз. Root post әдісі authorize әдісін шақырамыз, user контроллердің ішіндегі. Міне, бұл жерде де сол 4 әдіс, жоғарғыдағы 2 get әдісі, бұл бізге кіру, яғни авторизация және де тіркелу шаблондарын қайтарса, ал астында тұрған 2 post әдіс, бұл бізге мәліметтер қорына жаңа пайдаланушыны енгізуге және де авторизацияны тексеруге пайдаланамыз. Яғни көріп отырғандарыңыздай 4 әдіс қажет. Екеуі фронтендке арналған шаблонға. Міне мысалы регистр дегеніміз бұл бізге registr шаблонын қайтарады. Ал астында тұрған create әдісі біз батырманы басқаннан кейін мәліметтер қорымен жұмыс жасау үшін, яғни енгізу үшін пайдаланамыз. Login әдісі міне бізге шаблон үшін қажет, осы страницаны қайтару үшін. Ал authorize әдісі болса, бұл post әдісінің көмегімен біз батырманы басқаннан кейін бұндай пайдаланушы бар немесе жоқ екенін бізге көрсететін болады. Енді тексерейік. Мысалы мәліметтер қорында осы пайдаланушы бар. Енді осыны тексерейік. Міне мәліметтер қорынан атауын шығарды. Аты Әлібек. Мысалы мына жерде name дегенді шығарды. Ал егер мен қате құпия сөз жазатын болсам, міне not found деген әдісі шығарып берді. Бұның барлығында осы authorize әдісі бізге орындайтын болады. Енді келесі кезекте біз бұл пайдаланушыны сессияға сақтаймыз. Яғни сессияға сақтайтын боламыз. Өйткені әрбір страницаны обновить еткен сайын бұл мәліметті біз жоғалтып аламыз. Және де біз әр страницаны қосқан сайын біз кіріп отпау үшін системаға, жүйеге біз бір рет кіргеннен кейін оны браузерде сақтайтын боламыз. Және де пайдаланушының мәліметтері браузерде сақталатын болады. Public function auth әдісін құрамыз. User'ды қабылдаймыз. Session start сессияны бастаймыз. Және де сессияға біз user көмегімен жаңа сессия орнатамыз. Оның мәліметі user болады. User аргументінің көмегімен аламыз. Var dump'ты өшіреміз. This auth әдісін шақырамыз. Ол міне бізде auth әдісі. Соны шақырамыз. Аргументіне user аргументін береміз. Яғни user біз алған пайдаланушыны аргумент ретінде беретін боламыз. Және де оны бастапқы бетке сілтеме қылып жіберетін боламыз. Яғни бұл жерде жай ғана слэш. Және де біз success деген жерге сәтті жүйеге кірдіңіз деп. Жүйеге кірдіңіз деп осындай кішігірім хатпен қайтарайық. Ал егер бұндай пайдаланушы болмаса, біз оны auth login бетінде қала береді. Бірақ та error хатын жібереміз. Бұндай аккаунт тіркелмеген немесе қате енгіздіңіз деп
осындай хат жіберетін боламыз. Ал астындағы хедер бізге қажет емес. Енді тексеріп көрейік. Мына бастапқы бетке келді, және де аргументке success, сәтті жүйеге кірдіңіз деген аргументті берді. Енді осында пайдаланушыға қайтарайық, осыны көрсетейік. Көрсету үшін, яғни осы аргументті көрсету үшін біз home контроллерға өтеміз. Home контроллердің ішінде тексереміз. Егер isSet, егер reduce, қате жүрдім, парams, success болса, егер осы success хаты болса, онда this view set және де success деп аталатын айнымалыны шаблонға беретін боламыз. Осы айнымалыны шаблонға береміз, және де шаблонға өтеміз. Client views home деген шаблон, яғни home бастапқы бетке өтеміз, және де тексереміз. Егер isSet success, яғни home контроллерді біз сіздермен бірге success деп аталатын айнымалыны береміз. Егер бұл айнымалы болса, бұндай хат болса, онда ifті жабамыз. Онда div құрамыз, класс ретінде alert success классын береміз, bootstrap классы, хат success хатын көрсететін боламыз. Обновить етеміз. Міне, сәтті жүйеге кірдіңіз деген хат шықты. Ол жерде margin top берейік, 5 деп. Міне, кішкене шекара пайда болды жоғарғы бөлігінде. Енді дәл осындай қате болса, егер бұндай пайдаланушы болмаса бізге, онда біз логин бөлігіне қоятын боламыз. Бұл жерде success'ті біз errorмен алмастырамыз. Егер бұндай болмаса пайдаланушы, онда errorды шығарамыз. Alert success емес, alert danger қызыл жазу шығару үшін alert danger классын көрсетеміз. Және де home контроллердағы осы бір блок кодты көшіріп алып, login, яғни user контроллердің ішіндегі біз login деп аталатын әдіске қоятын боламыз. Бұл жерде success параметрін біз errorмен алмастырамыз. Өйткені, неге error? Өйткені біз мына жерде, егер бұндай пайдаланушы болмаса, біз error параметрін қайтаратын боламыз. Сол үшін де біз error деп атаймыз. Және де error айнымалысын құрамыз, error параметрін алатын боламыз. Кіруге өтеміз. Жоқ, бұндай пайдаланушы жоқ бізде, дұрыс. Енді тексеріп көрейік. Error айнымалысы берілді бізге, алайда бұны біз логин бетінде бұны алған жоқпыз. Бұл жерде түсінікті, біз reduce деп көрсеткен болатынбыз. Ал мына жерде reduce деп жазып жібердік. Негізінде барлығында стандартты түрде сақтаған дұрыс. Мына жерде де біз reduce емес, reduce деп көрсетсек, әйтпесе кейін шатасып кетуіміз мүмкін. Бір жерде қысқартылған, бір жерде ұзын жазамыз кодты. Сол үшін де сақ болу қажет. Міне енді бізге осы хат шықты.